Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ресторандағыдай нағыз керемет ташкенттік шайын ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қараңыздар. Қажетті заттарымыз ол науат, көк шай, қара шай, құрғақ, жалбыз және лимон қажет болады. Лимонымызды алып, жақсылап жуып тазалап алынған дөңгелек пішінде кесіп алатын боламыз. Осы уақытта суларыңызды қайнатып қоясыздар, яғни шай дайындауға. Енді шайнегімізді аламыз, шай демдейтін құрғақ шайларымызды саламыз, қара шайымызды және көк шайымызды саламыз. Кесіп алған лимондарымызды саламыз, жалбыздарымызды саламыз. Жалбызымыз керемет дәм береді, өте ерекше. Набаттарымызды саламыз. Және қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, шайымызды демдейтін боламыз. Шайымыздың дәмі де, түсі де өте ерекше болып шығады, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайымызды құймас бұрын бір қайтарып жібереміз, сонда толыққанды барлығы қоюланып, дәмі бір-біріне үйлесіп шығатын болады. Міне осыменен шайымыз дайын. Түсі де керемет болып шықты, дәмі де өте дәмді болып шықты. Нағыз ресторандағы хит болып жатқан Ташкент шайларынан дәмі асып түспесе кем емес. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.